Саламатсыз бе оқушылар? Бүгін келесі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мынағы жинау әдістері. Тақтаға келетін болсақ, бүгін қарастырамыз. Төрт құмалақ ұтып алу керек. Мынандай позициядан мына ақ жағы, қара жағы көрсетемін. Жетті, ақ жағы жетті. Тұр жүреді, қара жағы қашады жүреді. Қуамыз, тағы қашады. Тұтқында мақсамыз қылып қойын. Құмалақ ары қарай ақ жағы тұрып жүреді, қара жағы тағы да ұстап жүреді. Ақ жағы екі құмалақ ұтып алады. Сонымен төрт құмалақ. Тағы да көрсетемін. Жүріс ақ жағында. Жетте тоғыз. Қашады. Ақ жағы қуады. Екі құмалақ. Тоғызда бір. Қара жағы тағы да ұстап жүреді құмалақ. Жерде тоғызда екі. Тоғызда бір, екі құмалақ аламыз. Төрт құмалақ. Тағы да бір түріп жүрді. Төрт құмалақ ұтып алу керек осы жерде. Тоғызда жеті. Жетіде бір. Мына жерде қашпайды. Құмалақ ұтып аламыз. Жүреді, қашпайды. Байлаймыз бұл жерде. Сегізде тоғыз. Тартып аламыз, тағы да қуамыз. Қара жағы қашады. Екі құмалақ ұтып аламыз. Төрт құмалақ. Тағы да көрсетіп жіберейін. Төрт құмалақ ұту керек. Алтыда жеті, алтыда жеті. Жетіде бір. Жерден қара жағы қашпайды. Қалдырып отыр. Екі құмалақ ұтып алады. Тағы да тоғызда бір. Қашпайды. Қашса жеп алады. Байлаймыз. Жерде сегізде тоғыз. Қуамыз. Қашады. Екі құмалақ ұтып аламыз. Төрт құмалақ ұту әдісі. Балалар, бүгін сабақта құмалақ ұту әдістерін үйрендік. Видео қайталаймыз. Бұл сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.